Ишғал етілген Ақмешжетнің мерkezінде қырымлы адвокатлар Эмиль Курбединов ве Эдем Семедляевның офисіне уджум япылды. Белесіз кіші жам сындырып оданын ичересіне кірмеге тырышқан. Боқта өз Facebook сайфесінде журналист Антон Наумлюк білдірді. Адвокатларының зена адашлары бұ адесе құқыройжыларға невбети басқы интулыву япылғаны көстергеніні тұшынелер. Айрыжа Эмиль Курбединовға. Это очередной такой намек нам. Фалиетімізнен оғырашмайық деп, бізге басқы епмаға тырышалар. Тен белемек, қорқытмақ үшін әрбір түрлі ұсулар қоланмаға азыр олғанларыны көстерелер. Ама бұны бежіріп оламазлар. Біле кебе әрекетлерге азырмыз. Кремль незареті алтындаки Ақмешжет Киев район махкемесі Қырым адвокаты Эмиль Курбединовның меморию құқ бозывы үшін 5 күнге тевқиф етті. Оны 2013 сенесі Facebook сайфесінде ерлештірген язы үшін Русияның меморию құқ бозывлары қанда кодексінің 20.3 маддесіне көре тевқиф еттілер. Курбединовның фикірінже оның яқалануы сачмадыр ве кендісі экстремизмді қабатлавларны танымай. Шуны да қайдетті ки тақиплерінің ақиқи себебі құқорчала фаалиеті сияси мобюслерге ярдымы ве ноябрьнің 25-інде Кереч боғазында Русия тарафындан запт етілген Украин денежделерінің давасындаки иштирак еткенідір.